Жігіттер, егер әйел алатын болсаңдар, қылықты қызды қараңдар. Себебі әйел адам қылығымен тәтті дейді да. Босқа сұлулықтан не пайда? Қылығы болмаса деп ата қазақ айтып кеткен. Бір жағынан қылықты қыздарды тартымды болады өзі. Көп жігіттер сондай қылықты қыздарға ғашық болып жүреді. Өйткені қылықты қыздар бақытты. Бақытты адам ғана қылығын, еркелігін, нәзіктігін көрсете алады, өзінің табиғатымен жүре алады. Ал соны алғаннан кейін сен ары қарай солай еркелетіп, нәзіктігін, қылықтығын көтере білуің керек. Егер сондай саған тәтті, жақсы, керемет әйел болсын десең. Ал біз, көп жігіттер, үйленгеннен кейін сен әйелсің, саған күлуге болмайды, сөйлеуге болмайды, анау болмайды, мынау болмайды деп оны жауып тастаймыз. Сондай қылықтығын, нәзіктігін көрсете алмай қалады. Ол ерексіп, саған ә десең мә деп айтқанын тыңдамай, әйелің еркек сияқты болып кетеді да. Сол үшін әйелің тәтті, жақсы, керемет болсын десең, еркелетіп, жақсы қарап, көңіл бөліп, сондай нәзіктігін көру үшін өзің сондай амал әрекет жаса. Ал егер үндемейтін, сөйлемейтін сондай тұйық қыздарды алып, неге күлмейсің, еркелемейсің, сөйлемейсің деп ренжіп, ашуланып, ұрса берме оған. Оның ата-анасы еркелетпеген шығар. Ағалары ұрсып қатал қараған шығар. Ол солай еркелеуге, қысылуға ұялып жүрген шығар. Сен оған мотивация бер, жақсы сөз айт, жылы сөз айт. Оның бақытты болып, солай еркелеп, қылықты, күшті, ойнап, күліп жүргенін қаласаң, сен сонда үлкен сауап іс жаса. Ата-анасы бермеген жылулықты сен бер. Ағалары жасамаған қамқорлықты сен жаса. Міне қандай керемет. Жігіттер, көп нәрсе бізге байланысты. Құдай сол себепті бізді артық қылып, үстем қылып жаратқан. Ал осындай нәрсені істей алмасаң, сен үстем емессің, сен әйелден артық емессің. Әйелдің кемшілігін айтып, кінәлап төмен санай берсең, сенің әйелден айырмашылығың жоқ.